Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қарбыздан сусын жасаймыз және де қарбызды қысқа сақтайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де Instagram мен TikTok каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қарбыздың сыртын жуып аламыз және де қабығын ашып, бірден турауға болады. Және де бәрін жасамайтын болсаңыз, қарбызды екіге бөліп, қалаған бөлігін алып, ұсақтап турап блендерден өткіземіз. Блендерден өткізіп болған соң 5 минуттай қайнатамыз. Оған дейін банка мен қақпағын 5-7 минуттай болап стерильдеп аламыз. Қайнағаннан кейін қарбыздың суын сүзіп аламыз. Одан кейін қарбыздың суын банкаға құямыз. Банкаға құйып, бірден ауа шықпайтындай банканың қақпағын мықтап бекітеміз. Сусынымыз дайын. Енді оны 24 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Келесі күні сақтайтын орынға қоямыз. Енді қарбызды қысқа қалай сақтаймыз? Ол үшін банка мен қақпағын 5-7 минуттай стерильдеп аламыз. Қарбыздың қабығынан ажыратып аламыз да банкаға сиятындай тіліктеп кесіп банкаға саламыз. Қайнап тұрған суды банкаға құямыз. Банкаға құйып қақпағын жауып 15 минутқа қоямыз. Он 15 минут өткен соң суын тостаққа құйып, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант қосып қайнатамыз. Бес минут қайнаған соң банкаға құйып, лимонның қышқылын қосып, қақпағын жауып, ауа кірмейтіндей мықтап бекітеміз. Қысқа қарбызымыз дайын. Енді оны 24 сағатқа жылы қылып орап қоямыз. Келесі күні банка сақтайтын бөлмеге қоя бересіз. Қарбыздың суын қыстың кез келген уақытында мейрамдарда ашып дастарханға қоя бересіз.
Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.